Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Элдер және де бүгін бізде қалай тегініміз алу керектігін айтатын боламын. Және де бұл бір жол емес, екі жолын бірден айтамын, достар. Бірінші жолы әдеттегідей бұрынғыдай біліп тұрған шығарсыздар. Реклама көресіздер. Мына астындағы түймешікті көрдіңіздер ме? Спуск дегенді басасыздар. Пустты басқаннан кейін кухнясына сабиттарға көрсеттеріне смотри реклама үй собирать деген жекістер. Бір реклама көрсеттерге бір вариант, екінші реклама көрсеттерге екінші вариантты беретін болады. Сосын ол вариантта складқа жиналып, складқа көрсетеді. Мен бірақ әлі реклама көрген жоқпын ондай. Карта осындай болатын болса сіздерде сол вариантты басасыздар, құжатта видео түсіріп кейін обмен дейсіздер, сол варианттың үстін басып, мысалы міне осы 40-қа осындай береді, 400-ге мынадай береді, 400 вариантқа, 300-ге мынадай вариант береді, жағысын ондай қоймақ жоқ. 500 вариантқа осыдан алып алуға болады. Және де бұйырды эмоциялар да болады. Мен осы эмоцияларды алып алатын шығармын. Және де осы скинді алып алатын шығармын менде. Міне өз заттарда скин болады. Міне өте кереметтей. Ал енді екінші жолға кетейік. Сіздерде екінші жолды іске асыру үшін сіздерде ең кемінде бір алмаз болу керек. Бірақ менде бір алмаз жоқ қазір, өкінішке орай. Сосын менде қазір жоқ. Бар болса магазинге кіресіздер. Запас дегенге запас. Сосын осыны сатып аласыздар бір алмазға. Бұны не үшін сатып аламын десеңіздер, себебін айтайын ба? Себебі сіздер осыны сатып алғанда сіздерге миссиядан осы бір алмаз құртқанға сіздерге 3 алмаз береді. 15 теңге. Көп сөзді потратить бір алмаз деп те көрдіңіздер ме? Ақылға жүгіну керек достар, ақылға. Келген. Сіздерге пайдам тиген шығар, 2 жолды айтып кеттім енді. Енді өйстіп күнде жинап сіздер айына 300 алмаз алып алуларыңызға болады. Оны күнде көбірек емес, бір реттен істеу керек достар. Әйтпесе күнде жаратып жіберсеңіздер болмай қалады. Күніне бір реттен беріледі ол. Сондықтан сіздер асырыңыздар тез. Сіздерге пайдам тиген шығар. Сау болыңыздар. Сәттілік.